Шамшидин, армысың? Концерттерің құтты болсын. Саған екі сұрағым бар. Бірінші сұрақ, мынау сендердің домбыраларың бір ерекше екен. Электродомбыра ғой. Осыны бір жастардың арасында насихат деп айтуға бола ма домбыраны? Әрине, насихат деп айтуға болады. Бұл негізі баяғыдан айтып жүргеніміз сол ғой. Негізі қара домбыра қызмет ететін аспап қой. Электродомбыра. Басынан негізі солай ойластырып жасалған. Бұл инструментте ойнау үшін де бірінші акустикалық домбыраны меңгерген адам ойнай алады деп ойлаймын. Ол үшін арнайы бір дайындық керек. Сондықтан да ол жастардың арасына жаңағы қай ағамыз еді, бір ағамыз айтпақшы, жаңағы батыстың кока-коласы мен біздің қымызды араластырып тұрмыз ғой енді примерно. Сондықтан да ол жастарға міндетті түрде насихат деп ойлаймын. Жақсы насихат деп ойлаймын. Ол үшін бір уайымдап, я болмаса бір құрып кетеді ау деген уайым бір оның орны жоқ сияқты негізі пікірімдегі. Жақсы. Ал мынау аға буын орындаушылардың көзқарасы қандай бұндай домбыраға? Енді аға буын әрдайым ол заманның несі ғой енді, жаңағы талабы, ол заңдылық. Үлкен буынға кіші буынның істегені әрдайым ұнай бермейді. Ол басында ондай әңгіме болды. Жаңағы бұл істеп жатқандар дұрыс емес. Ертең сендер қор қылдыңдар қара домбыраны. Мен ойлаймын, ол заңдылық. Үлкен буындардың көбісіне енді бәріне ұнамағанмен, кейбір ағаларымыз келіп, жаңағы өздерінің қолдауларын білдіріп, бұл істеп жатқан дұрыс екенін білдіріп, сөйтіп жатыр. Және өздеріңізде, әбеке, сіздерге де рахмет қолдап отқандарыңызға. Ендеше мынандай сұрақ. Осы сіздердің концерттеріне келетін аудитория қандай? Орта буын ба, жас буын ба? Негізі жас буын, орта буын бәрі аралас. Осы жас буыннан, жаңағы сіздердің аудиторияларынан рок музыканы тыңдап, сосын концерттің соңынан келіп, ойбой, осындай домбырадан рок дыбыстар шығады екен, рок музыканы орындауға болады екен, сондай қызығып келіп, сосын оның артынан домбыраны үйренген балалар болды ма? Екеуіне өзім сабақ берген, үйретіп. Электродомбыраны үйренемін деп. Кейбіреулер өздері жасатып, өздері соны жаңағыдай қолданысқа көріп, музыкаларына қосып сөйтіп жатыр да. Жалпы Алдаспанның миссиясы қандай? Алдаспанның миссиясы. Енді тау төңкерер күшіміз бар ғой әзірге, жаспыз. Негізгі миссиясы баяғы сол қазақ музыкасын әлемге таныту, сол музыка арқылы еліміздің жаңағы дәстүрін, өнерін, жалпы осындай халық бар екенін, мысалы мұхиттың арғы жағындағылар Қазақстанның бар екенін біреу білсе, біреу білмейді. Сол сияқты барлық әлемге танымал болып, что біз осындай бәсекеге қабілетті ел екенімізді, музыка жағынан болсын, яғни жаңа даму үстінде екенімізді көрсете білу. Қазіргі таңда қандай шетелдерде болды? Қазіргі таңда ма? Білмеймін әзірге. Бұйырса шетел, әлізге елде жүрміз. Бұйырса енді болатын шығар. Москвада, жаңағы жақын, алыс жақын жерлерде болып жүр ғой. Балалар барып келіп жатыр. Нью-Йорк дейді, тағы бір жерлерге. Енді әзірге белгіленіп қойған нақты ел жоқ. Сіздердің музыкаларыңыз, сіздердің аспаптарыңыз негізі өте бір керемет мен үшін, өзім үшін. Бірақ сіздерге мынандай сұрақ. Егер де мынау Хасақ немесе Тұран деген топтармен, немесе Ұлытау деген топпен салыстыратын болсақ, ол кісілерде қазіргі таңда бір 70-80 елге барып концерттерін беріп қайтты. Сіздерде нағып ондай 70-80 жетістік жоқ әлі. Енді мен әр кезде өзімді кінәлаймын, ешкімді кінәламаймын. Өзіміздің іс-әрекетімізге, өзіміздің уақытымызға, өзіміздің істеп жатқан шаруамызға, адам егер жұмыс істесе болады, жұмыс істемесе болмайды. Мемлекет тарапынан көмек бар ма? Мен мемлекет тарапына қарап отыратын адамдар қатарында емеспін, өкінішке орай. Өз істегенің, өз жеңісің, өзіңнен. Ал егер қолдау болса, әлбетте бұндай жобаларды қолдау, ол мемлекеттік жаңағы жалпы неге үлкен не алып келеді деген сезімдемін, жетістік. Өз тарапынан домбыраны насихаттау үшін, домбыраны бір үлкен бір деңгейге, мемлекеттік, жалпы бүкіл әлемдік деңгейге шығару үшін қандай іс-әрекет жасау керек деп ойлайсың? Жатпай тұрмай жұмыс істеу керек. Және де жаңағы мемлекеттік тараптан тағы да бір көмек. Соның барлығы жұмылып, бір жұдырықтай болып қимылдаған кезде әлемдік бірдеңе, әлемдік жаңағыдай дүние шығарып. Бірақ қазіргі кезде ол жеңіл. TikTok бар, Instagram бар.
сандық бар міне приложение керемет приложение қазіргі кезде осындай сіздер сияқты міне сіздер әлемдік неге тағы да бір үлестеріңізді қосып жатсыздар. Жалпы қазақтың домбырасы және сіздердің алдаспан топтарыңыз табыс әкеле ме? Өзімізге ма? Иә. Айтарлықтай табыс көріп жатқан жоқ. Өнер ол өнер өзіміз үшін. Әйтпесе дегенде біздер қанша жыл болды уже 10 жыл 13 жылдай болып қалды ғой. Біз жүрмес едік, ақшаны көздеген болсақ. Бұл жерде өнер, бұл жерде энтузиазм, бұл жерде балалардың шығармашылығы, қызығушылығы, болашаққа қойған несін өмірлік жаңағы жолын алдаспанмен байланыстырғаны соның себебімен деп ойлаймын. Бүгінгі концерттерің жақсы өтсін, залы толы болсын, Бекер, бастарың аман болсын, шығармашылықтарын ұра берсін. Әмин, айтқаныңыз. Саушылықта достар, бізбен бірге болыңыздар.